Қала басшысы Аян Бейсекин Инстаграмдағы ресми парақшада Екібастұз тұрғындарымен тілдесу үшін кезекті тікелей эфир өткізді. Онлайн диалогта өңір тұрғындары қызықты тақырыптарды қозғады. Олардың бірі жолды асфальттау және ойын алаңдарын орнату, аулалардағы абаттандыру мәселесі. Өкінішке орай, қазір қалада 150-ден астам абаттандырылмаған аулалар бар. Биыл біз 50 ауланы абаттандыру жұмысын жасаймыз. Былтыр 25 аула, одан бұрын 25 аула абаттандырылды. 2 жылдық бағдарлама аясында, яғни 2025-2026 жылдары біз бүкіл қаланы толығымен қамтимыз. Уақыт, ресурстар және шыдамдылық қажет. Қала басшысының айтуынша, Павлодар облысы әкімдігінің қолдауы арқасында 2 жылдық бағдарлама әзірленіп, квартал ішілік аумақтарды жарықтандыруға қаражат бөлінді. На 2 года мы эти работы разбили. 2 жылға біз бұл жұмыстарды бөліп тастадық. Биыл кемінде 116 аула қамтылады. Келесі жылы қала аулаларының көпшілігін аула ішілік жарықтандырумен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта бір жерде жарықтандыру мүлдем жоқ. Бір жерде үй тұрғындарының бастамасымен орнатылған кіреберіс жарықтандыруы бар. Сондықтан біз бұл мәселені жүйелейміз. Әкім жолдарды жөндеу бойынша жеке сектор тұрғындарының көптеген өтініштері бойынша түсініктеме берді. Жүргізілген талдау асфальттауды қажет ететін 152-ге жуық жеке сектор көшелерін анықтады. Алдыңғы 2 жылда 59 көше жөнделеді. Сондай-ақ қала тұрғындары қаланың кейбір көшелеріндегі тротуарлардың қажеттілігі мен кәріз желілерін салуға қатысты жауап алды. Потребность в тротуарах в городе составляет Қалада тротуардың қажеттілігі 40 шақырымнан асады. Биылғы жылы жұмыстарды жүргізу үшін қажетті ресурстар бөлінді, және біз шамамен 7,5 шақырым жол салып жатырмыз. Қалған көлемі 33 шақырымды, іс жүзінде біз әлі де тротуарлармен жабдықтауымыз керек. Бұл жұмыстарды келесі жылы өндіретін боламыз, және 2026 жылы аяқтайтын боламыз. Ағымдағы жылды есептемегенде шамамен 2 жылдың ішінде біз бұл мәселені жабамыз. Жасыл желектерді санитарлық кесу жұмыстарына тоқталған қала әкімі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі берілген өтініштерге сай кезекпен жүргізілетіндігін айтты.